Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы қамырдан сырты осындай қытырлап тұратын, дәмі керемет, тілі үйретін самса дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Қатпарлы самсамыздың алдымен қамырын дайындап аламыз. Бұл үшін ең алдымен електен өткізілген ұнымызға дәміне қарай тұз қосып, бөлме температурасындағы суымызды қосып, ұнымыз үріккенше жақсылап илейміз. Керек заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Алдағы уақытта каналымда жаңада рецепттермен бөлісемін. Жіберіп алмас үшін подписаться және қоңырауша белгісін басып жазылыңыздар. Бірден қамырды 3 кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Жұмсарып, июі қанғанша ыдыстың бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың иі қанған соң мен оны тағы да бір рет жұмсартып, илеп басып қойдым. Енді кішкентай бөліктерге бөлінген қамырымызды алып, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Ұнды себелеп отырып, біркелкі етіп жаямыз. Видеода өкінішке қарай түспей қалыпты. Қамырдың ортасына жағу үшін алдымен сары майды ертіп аламыз. Қамырдың үстіне осылай жағып шығамыз. Арнайы асүйге арналған щеткаңыз болса, тіпті жақсы. Екінші қамырды дәл осылай жұқа етіп жайып аламыз да, үстіне майымызды жағып шығатын боламыз. Одан кейін үшінші қамырымызды жұқалап жайып, оның үстіне қалған майымызды жағамыз. Қамырды рулет секілді жіңішке етіп ораймыз. Артық майды алып тастасаңыз болады. Сосын видеода көріп тұрғандай, ұлу секілді домалатып, ыдыстың үстін жауып, кемінде 1 сағат мұздатқышқа қамырымызды салып қоямыз. Оған дейін самсаның салмасын дайындаймыз. Ұсақталған сиыр етін аламыз. Менде 400-500 грамдай сиыр еті бар. Оған майдалап, көбіктеп туралған пиязымызды қосамыз. Мен үлкен бір пияз турадым. Кішірек болса 2 немесе одан да көп пиязды турап салсаңыз жеткілікті. Дайын болған фарштың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кинза қосып араластырамыз. Мен шамамен 1,5 шай қасықтай тұз қостым. Кинзаның орнына зираны қоссаңыз да дәмі ерекше болады. Енді дайын болған фаршымызды, салмамызды біркелкі болғанша жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Ал енді алдын ала дайындап қойған қатпарлы қамырымызды мұздатқыштан алып, пышақпен бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде осындай кішірек 13 бөлік шықты, яғни 13 самса шығады деген сөз. Енді қамырды оқтаудың немесе қолымыздың көмегімен жұқартып, домалатып, жайып шығамыз. Ортасын қатты баспай, тек шеттерін ғана басып, жұқалау қамыр жаямыз. Ортасына салмасын салып, шет жақтарын видеода көріп тұрғаныңыздай бүріп аласыз. Сосын ортасын дәл осылай түйеміз. Яғни бізде капля сияқты самса шығатын болады. Самсаның үстіне жұмыртқаның тек сары уызын ғана жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіз болады.
Дайын болған самсамызды қызарғанша 200 градус пеште 45 минутқа пісіріп аламыз. Осындай қып-қызыл, қараса көздің жауын алатын, тәбет ашатын қытырлақ самсаларымыз дайын болды. Менімен бірге дайындап көріңіздер, каналыма жазылыңыздар, ас болсын.